Сәлеметсіздер ме, құрметті студенттер? Бүгінгі біздің сабағымыз шағын кешенді мектептерде оқу тәрбие жұмысын ұйымдастыру. Қарастырылатын тақырыбымыз шағын жинақты бастауыш мектептің тарихы мен қазіргі жағдайы. Бүгінгі лекциямызда қарастыратын сұрақтарымыз: ауыл мектептердің қазіргі кездегі даму деңгейлері, шағын жинақталған мектеп ұғымы, шағын жинақталған мектеп және ауыл мектептерде сапалы білім беру мүмкіндіктері. Жастарға жалпы орта білім беруде жүзеге асыруда негізгі және орта мектептермен қатар бастауыш мектептердің, оның ішінде шағын кешенді мектептердің атқаратын рөлі орасан зор. Жалпы шағын жинақы бастауыш мектеп жаңадан пайда болған құбылыс емес. Оның негізі бастауыш білім беру жөнінде белгілі педагогтар Ушинский, Толстой жасаған оқу әдістемесінде жатыр. Қазақстан топырағында бұл құбылыстың келуі қазақтың тұңғыш педагогы Ыбырай Алтынсариннің есімімен байланысты. Содан бері қанша уақыт өтсе де шағын кешенді мектептер өмір сүруде. Шағын жинақы мектептер қазақтың шағын ауылының іргесі, ұйытқысы, оның әлеуметтік экономикалық дамуының өзегі болып табылады. Республикамыздың экономикалық және географиялық ерекшеліктеріне байланысты орталықтан шалғай алыс жерлерде орналасқан қазірдің өзінде Қазақстанда 75-80% шағын кешенді мектептер бар. 2007 жылы республикадағы барлық шағын жинақы мектептердің ішінде 1014 бастауыш, 979 негізі және 2413 орта мектептер жұмыс жасайды. Ал 2004 жылмен салыстырғанда шағын жинақы мектеп 58%-ға өсіп, оның саны жалпы білім беретін мектептердің 55,4%-нан құрады. Қандай мектептер негізінен ауылдық жерлерде орналасатыны белгілі. Мұндай мектептердегі оқушылар саны 423,16 мың, оның ішінде бастауыш сыныптарда 12,13 мың, 46,8 мың негізгі және 364,4 мың оқушы орта мектептерде оқиды. Шағын жинақы мектеп жүйесінің өзгеру динамикасы шағын жинақты бастауыш және негізгі мектептердің қысқарып, орта мектептердің көбейіп келе жатқанын байқалады. Ал Ыбырай Алтынсариннің басшылығымен ұлттық мектептердің қазақстандық үлгі жүйесі пайда болды. Ол басшыларға жазған баяндама хаттарында қазақтардың тұрмыс тіршілігіне ыңғайлы мектептің көшпелі болу қажет. Жазда ауылдармен бірге жайлауда, ал қыста қыстауда болған жөн деп дәлелдеген. Ол 1986 жылы 5 болмыстық мектеп ашады. Торайғырда Қараторғай мектебі, Убалан мектебі және Жетіқара мектебі ашылады. Ал 20 ғасырдың басында ауылдық мектептерде білім алудың жинақталған мектептер жүйесінің негізі қаланады. Сол кезде ауылдағы алғашқы қазақ мектебінің көбі шағын жинақы бастауыш мектеп болғаны байқалады. Содан 1916 жылы олардың саны 727, ондағы оқушы саны 22,414 болады. Ал 1920-21 жылдары шағын жинақы мектептердің саны 2 есе өседі. Содан 19 ғасырдың екінші жартысында Қазақстан әртүрлі типтегі орыс қазақ мектептері көптеп ашыла бастайды. Ақмола, Семей облыстарында мектеп-интернаттар мен ауыл шаруашылық бастауыш училищелері, Торғай мен Оралда ауылдық облыстық орыс қазақ училищелері, содан кейін Жетісу мен Сырдарияда орыс училищелері, ал ішкі ордада старшындық және бөлімшелік училищелер ашылады. Енді сонымен бірге 20 ғасырдың бас кезінде Қазақстандағы мектептердің жанынан 32 кәсіптік бөлімше және 270 қол еңбегімен оқытатын кластар ашылады.
Жалпы осы уақытқа дейін шағын жинақты мектептерде оқу тәрбие жұмысының мазмұнын жақсарту, оқушылардың білім деңгейін мемлекеттік стандарт дәрежесіне көтеру сияқты мәселелер бірқатар ғалымдарымыз бен әдіскерлеріміздің назарын аударған. Олардың еңбектерінде бірнеше сыныпты бір мезгілде қатар оқытудың тиімді жолдарын іздестіру, яғни Аймауытов, Бегалиев, Қаржасбаев, Бүрлібаев, Сүлейменов, Асқарбаева осы кісілер қайтеді зерттейді. Ал енді сабақты ұйымдастырудың өзіндік ерекшеліктері мен әдіс тәсілдерін анықтауды Құлмағанбетова, Асқарбаева, Храпченков, Аймағанбетовалар зерттейді. Ал енді қазақ тілі, ана тілі, математика, айналамен таныстыру пәндерін оқытудың мазмұны мен практикалық бағытын белгілеумен Әуелбаев, Асқарбаева, Құлмағанбетова, ал енді бір пәндік, бір тақырыптық сабақтардың тиімділігін дәлелдеуді Сайпин, Бейсенбаева, Шапаева, Сатқанов осы кісілер қайтеді зерттейді. Осы үлгідегі мектептер үшін болашақ мұғалімдерді дайындау мәселелері қарастырылады. Шағын жинақы бастауыш мектеп мәселесін зерттеуге белсенді араласқандардың тағы бірі Сүлейменов. Оның 1963 жылы Қазақстан мектеп журналына жазған аз кешенді бастауыш кластарда сабақ кестесін қалай жасау керек. Ал 1965 жылы екі комплект кешенді мектепте оқу процесіне басшылық ету туралы осындай мақалалар басылып шығады. Ғалым алғашқы мақаласында аталған мектептер үшін сабақ кестесін құрудың бірнеше нұсқасын ұсынады. Ал келесі мақаласы осы аталған мақалалар бір және екінші және үшінші, төртінші сыныптарда қатар оқытудың әдістері мен тәсілдерін көрсетуге арналады. Шағын жинақы мектептерде жұпталған сабақтардың негізінен 3 түрі болатынын атап көрсетті. Бірінші, екі сыныпта жаңа материал өтілетін сабақ. Екінші, бір сыныпта жаңа материал, ал екіншісінде пысықтау немесе қайталау, немесе оқушылардың білімін тексеру жұмысы жүргізілетін сабақ. Ал үшінші сабақты екі сыныпта да бұрынғы өтілген материал пысықталатын не қайталанатын, немесе бір сыныпта бақылау жұмысы алынатын сабақ деп осындай 3 түрге бөлді. Одан әрі қарай әрбір түрге байланысты сабақты жоспарлаудың және өткізудің үлгісін мысалдармен тексерді. Сонымен қатар 1970 жылы 26 наурызда жарияланған Россияда тұратын басқа ұлттарға білім беру шаралары туралы заң мен басқа ұлттарға арналған бастауыш училищелер туралы ережелер қалыптасты. Шағын жинақты бастауыш мектепте математиканы оқыту әдістемесі кез келген ғылым саласы сияқты екі жағдайда дамыды. Біріншісі, әдіскер, психолог, педагог сияқты ғалымдардың зерттеу жұмыстарының нәтижесінде жүзеге асса, ал енді екіншісі, кейбір мұғалімдердің шығармашылық тәжірибелерін оқып үйренудің, оларды ғылыми түрде негіздеу, жалпылау арқылы жүзеге асты. Шағын жинақы бастауыш мектептерде де математика пәні қалыпты мектептерге арналған оқулықтар мен оқу құралдарының көмегімен оқытылып отырды. Яғни 1970 жылы, 1980 жылдары шағын жинақы бастауыш сыныптағы оқу әдістемесін зерттеуге белсене кіріскен ғалымдарымыздың бірі ол Құлмағанбетова. Ол мақалаларында мұғалімге көмек ретінде әдістемелік нұсқаулар беруді мақсат ете отырып, қазақ тілі сабақтарында өздігінен орындалатын жұмыстардың түрлері мен оны ұйымдастыру жолдарын көрсетуге баса мән берді. Яғни 1974 жылы Құлмағанбетованың, яғни аз комплектлі мектепте сабақты ұйымдастыру деген еңбегі жарық көреді. Бұл еңбекте мынандай мәселелерді қарастырды. Бірінші, аз комплектлі мектептердің қазіргі жағдайы, аз
комплектлі мектептерде жұмыс түрлерін ұйымдастыру, аз комплектлі мектептерде сабақты ұйымдастырудың әдіс тәсілдері, аз комплектлі мектептерде тіл дамыту жұмыстарын ұйымдастыру. Яғни осы мақалаларында осы мәселелерді қарастырып өтті. Енді лекциямызды қорытындылай келе, шағын жинақы мектеп дегеніміз не? Яғни тұрғындардың саны аз аймақтарда жұмыс істейтіндіктен оқушылардың саны аз, біріктірілген сыныптардан, толық емес сыныптардан тұратын оқу үдерісін жоспарлау мен ұйымдастыруда өзіндік ерекшелігі бар жалпы білім беру мекемесі. Осымен лекциямыз аяқталды. Тыңдағандарыңызға рахмет, сау болыңыздар.